Саламатсыздар ма балалар? Математика пәні 91-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыз балалар өзіңді тексер. Сан және әріпті өрнектер, теңдеулер және есептер. Бірінші есеп өрнектерді жаз. А нұсқасы. 32 мен 8-дің бөлінісін 5-ке көбейту дейді. 32 мен 8-дің бөлінісі деп тұр. Ендеше жақшан ішіне 32 бөлінген 8 көбейту 5-ке дейді. Көбейтеміз 5-ке. Өрнекті жаз деген екен. Өрнекті жазып шығамыз балалар. А нұсқасы. А мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу дейді. А мен 6-ның көбейтіндісі десе, онда жақшан ішіне А мен 6-ны көбейтемізді 8-ге бөлу дейді. Бөлеміз 8-ге. Екінші есеп x тең 8 деп алып, өрнектердің мәнін тап дейді. Бізге 3 өрнек берген екен, тауып көрейік. Жақшан іште 80 азайтылған 48 қосылған x. Енді x-дің орнына 8-ді қойып жазамыз. 80-нен 49-дің айырмасы 31, 31-ге 8-дің қосындысы 39. Жақшан іште 100 азайтылған 62, азайтылған x. 100-ден 62-ның айырмасы 38, 38-ден 8-дің айырмасы 30. x азайтылған жақшан іште 72 азайтылған 65 тең. 8 азайтылған жақшан ішіне 72 азайтылған 65 7 болады. 8-ден 7-дің айырмасы 1. 3. Мәндері бірдей өрнектерді жаздайды. Бізге берілген 8 өрнек. Қараймыз балар. 5 көбейтілген А тең қайсысы өрнек келеді? Екіншісі сәйкес емес, үшіншісі сәйкес емес, төртіншісі сәйкес емес, мінекей бесіншісі сәйкес. 5 көбейтілген А тең А көбейтілген 5. Енді 3 көбейтілген 2, 3 көбейтілген 2 және 12 көбейтілген 12 бөлінген 2. 3 көбейтілген 2, 6, 12 бөлінген 2, 6 тең болады балар, я? Келесі төртінші есеп амалдарды орында. 8 см көбейтілген 5 тең 40 см, 40 см бөлінген 5 тең 8 см, 40 см бөлінген 8 тең 5 см. 7 кг көбейтілген 3 тең 21 кг, 21 кг бөлінген 3 тең 7 кг, 21 кг бөлінген 7 тең 3 кг. 6 кг көбейтілген 4 тең 24 кг, 24 литр бөлінген 4 тең 6 литр, 24 литр бөлінген 6 тең 4 литр. 9 минут көбейтілген 2 тең 18 минут, 18 минут бөлінген 2 тең 9 минут, 18 минут бөлінген 9 тең 2 минут. Және 4 есептің А нұсқасында өрнектердің мәнін тап дейді. 24-ке 1-дің көбейтіндісі 24, 61-ге 1-дің бөлінісі 60, 65-ке 1-ді бөлсек 65, 99-ға 1-ді бөлсек 99, 1-ге 37-ні көбейтсек 37. Жақшан ішінде 30 азайтылған 22, бөлінген 1 тең 8, 8-ге 1-ді бөлсек 8-е, 12 бөлінген жақшан ішінде 10 азайтылған 9 тең 12, яғни жақшан ішінде 1. Кез келген санды 1-ге көбейтсек немесе 1-ге бөлсек, сол санның өзі шығады екенен балар. 5-ші есеп салыстыр дейді. 80 азайтылған 30 артық 40-тан 6 бөлінген 1 тең 6-ға. А қосылған 1 артық А қосылған 0-ден. 17 қосылған 3 көбейтілген 2 кем 25-тен. Алдымен көбейтуді орындаймыз. 6, 6-ға 17-ның қосындысы 23, 23 кем 25-тен. 25 азайтылған 5 көбейтілген 5 кем 5-тен. Бұл жерде де бірінші көбейту орындалады. 5-ке 5-тің көбейтіндісі 25, 25-тен 25 азайтсақ 0, 0 кем 5-тен. 1 көбейтілген Б тең Б көбейтілген 1-ге. Ал бізде 6-ші есеп теңдеулерді шешіңдер дейді. 59 қосылған x тең 72 азайтылған 9. Алдымен теңдеудің оң жағындағы амалды шешіп алайық. 59 қосылған x тең азайту амалы тұр екен. 72-ден 9-дың айырмасы 63. X тең көп саннан аз санды азайтамыз. 63-ден 59-дың айырмасы x тең 4-ке. Енді белгісіз санды таптық, орнына қоямыз. 59-ға 4-тің қосындысы тең 63, 72-ден 9-дың айырмасы 63-ке тең. Жақшан ішінде 66 қосылған 18, азайтылған x тең 29. Алдымен жақшан ішін орнында боламыз. 66-ға 18-дің қосындысы 84, 84 азайтылған x тең 29. Белгісіз санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 84-ден 29-дың айырмасы 55. Енді x-ті таптық, орнына қойып жазайық. Жақшан ішінде 66 қосылған 18, азайтылған 55 тең 29. 29 тең 29. X көбейтілген 4 тең 36.
X-ті табу үшін үлкен санды кіші санға бөлеміз. 36 бөлінген 4. X тең 9. Енді белгісіз санды таптық, орнына қойып көрейік. 9 көбейтілген 4 тең 36. 36 тең 36. В бөлінген 5 тең 9. В тең 9 көбейтілген 5, яғни бөлудің кері амалы көбейту. 9-ға 5-тің көбейтіндісі 45. 45 бөлінген 5 тең 9. 9 тең 9-ға. 7-ші есеп 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып, тура санды теңсіздік жаз дейді. Қараймыз, 20-дан кем сандарды дейді. 18-ден артық. Қай сан? 19 дұрыс. 19 артық 18-ден. Бұның орнына қай санды қоямыз? 17-ден қай сан артық? 18 артық 17-ден. 15 кем. 16 кем 15-ден. 10 артық болып, 10 кем болып тұр. 11 артық 10-нан. Келесі 8 есептерді шығар. А нұсқасы. Жарысқа әр қайсысында 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Әр топта 4 бала, 3 топта белгісіз бала. Шешуі 4 көбейтілген 3 тең 12, яғни жарысқа 12 бала қатысты. Ә нұсқасына жарысқа келген 12 бала 3 топқа тең бөлінді, яғни бір топта неше бала болды дейді. Жарысқа барлығы 12 бала келген, олар бөлінді 3 топқа. Ендеше не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, бөлеміз. 12-ні 3-ке бөлеміз 4. Бір топта 4 баладан болған екен балалар. Келесі жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан. Балалар неше топқа бөлінді? Барлық бала саны 12. Олар әр топта 4 баладан. Неше топқа бөлінгенін білу үшін 12-ні 4-ке бөлеміз. Яғни жауабы балалар 3 топқа бөлінді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымыз жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.